Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ағзаға өте пайдалы әрі жеңіл чечевичный супты дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркелуді ұмытпай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге осындай қызыл чечевица қажет болады. Мен бұл чечевицаны 6-7 рет суы тазарғанша жақсылап жуып алдым, және де жарты сағатқа бөлме температурасындағы суға батырып қоятын боламыз. Содан кейін кастрөлімізге сұйық май құйып, майымыз қызған уақытта жуамызды ұсақтап турап алып, жуамызды салып, жақсылап араластырып бір қуырып аламыз. Мен алдын ала барлық заттарды турап дайындап қойдым. Содан соң жуамыз сәл қуырыла бастағанда сәбізімізді де дәл осылай 4 бұрыш етіп турап алып, қосып сәбізімізбен бірге қуыратын боламыз. Сәл қуырылғаннан соң үлкен ас қасықпен 1,5 ас қасық ұнымызды осылай дайындап салып, тағы бір қуырамыз. Бұндағы ұнды қосу себебіміз ұн біздің тағамызды одан сайын қоюландыра түседі. Содан соң 1 ас қасық томатымызды саламыз. Егер сіздердің томаттарыңыз осындай менікі секілді қою болатын болса, томатпен бірге бірден су араластырып қойсаңыздар болады. Мен осы сәтте сәл ғана су қосып жібердім. Енді осының барлығын жақсылап бір қуырып алғаннан соң, қалауыңызша картоп қосып жіберсеңіздер де болады, қоспасаңыздар да болады. Мен бір орташа картопты осылай сақ етіп турап қосып жібердім. Жақсылап бәрін араластырып бір қуырып алғаннан соң, біздің жуып дайындап қойған чечевицамызды да осы сәтте қосып жіберсе болады. Чечевицамызды салған соң, үстіне бөлме температурасында тұрған суымызды құямыз. Бұндағы судың чечевицаның нақты мөлшерін описаниядан кіріп қарасаңыздар болады. Суымызды құйған соң газдың астын қатты шығарып қоямыз. Суымыз қатты бір қайнауы керек. Суымыз қатты қайнағанда осылайша көпіреді. Бұл ештеңе етпейді. Жақсылап араластырып, газымыздың астын өте баяу отқа қоямыз. Сөйтіп, бізде чечевицамыз 20 минуттың ішінде пісіп шығады. Піскеннен соң сәл суытсаңыздар да болады, немесе ыстық күйінде осылай видеодағыдай блендермен жақсылап барлығын езіп шығамыз. Сол кезде бізде осындай суп-пюре пайда болады. Піскеннен соң дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, тағы бір 2-3 минут қайнатып аламыз. Осымен біздің супымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, жеңіл. Сондай-ақ, егер қалап жатсаңыз, жанына екінші тағамды жасап та ұсынуыңызға болады. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Мен жанына нанды духовкада арнайы кептіріп сухари түрінде ұсындым. Және де үстіне лимон шырынын қоссаңыздар, тағамыңыз одан сайын дәмдірек болып түседі. Сіздерге менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.